Енді негізінен қазақ қыздары, кішкентай қыз балалар жалаңбас жүреді, болмаса тақия киеді, үкілі тақия кигізеді. Негізінен орамалды келін түскеннен кейін басына орамал салады. Міне орамал салынғаннан бастап, ол әйел қызметіне көшкеннен кейін ол орамалын тастамайды. Бірақ біздің қазақ келіндерінің, әйелдердің орамал тартысы мүлдем бөлек. Ол мына иектің астынан буындырып байламайды. Ол құлақтың үстімен артқа қарай байлайды. Мүлдем басқа. Сондықтан бұл жерде функция қазақ әйелдерінің орамал тартысы бөлек. Үлкен егде әйелдер, әжелеріміз, олар енді кимешек киеді, оның сыртынан жаулық, қарқардай қылып, кәдімгі үлкен қылып, ана Дина әжеміздің тартысы бар, мысалға, солай қылып тартады. Бұл аса ежелгі бас киімнің үлгісі болу керек. Ежелгі кезде әйелдер сондай үлкен нәрселерді киген, бәлкім жаңағы мынау моңғол әйелдерінде бар, енді олар жаңағы мүйіз сияқты қылып, бұлай қылып орайтыны бар. Ежелгі кездегі сол тотемдерге еліктеп, солай неше түрі болған. Бертін келе таза қазақы этнос қалыптасқан кезде орамал тартыс жаңағыдай ықшам, тартымды, көрнекті, беттің бәрін жаппайды. Негізінен сол басты, шашты жауып тұрады. Бауырына басу деген біздің қазақ жалпы бауырмал ғой. Бауырмал және мына жеті ата аталық деген институт бар. Ол оған кірген адамның барлығы бауыр болып есептеледі, туысқан болып есептеледі. Сосын өзара жаңағы қарым-қатынас кодекстері бар. Жігіттің үш жұрты бар, әйелдің де үш жұрты бар. Өзінің төркін жұрты, қайын жұрты, нағашы жұрты деген сияқты. Осындай жағдайда егер бір кісінің кіндігінен туған бала болмаса, онда оның ағайыны, інісі не ағасынан туған баланы немесе нағашылары беріп жатады. Баланы бауырына салып асырауға береді. Бала асырап алу институты бұл. Қонақжайлық дегеннің түбі ол мына қазақтың далада ол өмір сүру қиын, климат деген күрделі, сондықтан адамдар бірін-бірі жаңағы солай жатырқамай қонақ қыла берген деген ол қарабайыр ұғым. Олай емес. Бұның ар жағында қазақтың ежелгі тәңірлік танымы жатыр. Қонақжайлық дегенде қазақ әуелі мына дүниеге келуді, бұл дүниені жалған деп есептейді. Бұл болмашы, уақытша нәрсе деп есептейді. Осы уақытша дүниеде, осы уақытша кеңістікте, уақытша ғұмырда жаңағы бірін-бірі аялап өту адамдардың. Бірін-бірі құрметтеп өту ежелден келе жатқан таным болған. Бейбіт өмірде жаңағыдай кедей болса, төлейтін қалың малы болмаса, өтеуі болмаса, алып қашады. Болмаса, сүйіктілер бірін-бірі жақсы көрсе, олардың жаңағы кедергі болатын екі тарап болатын болса, одан да алып бір-бір қашады, келісіп алып. Түрлі-түрлі күрделі жағдайлары бар. Соған қарағанда бұл сол ежелгі көшпелі өмір салтынан қалған бір дағды болу керек. Оны жоққа шығара алмаймын. Бұл енді кең тараған бекен, бұны жалпы біз қазақтың ежелгі мына заңдарын әлі дұрыс зерттей алмай жатырмыз, таба алмай да жатырмыз. Мысалға, көбіне екі рудың арасында, екі аталықтың арасында үлкен дау болады. Біреуін барымталап келе жатып, біреуін өлтіріп алады, мысалға, бір жылқышыны. Содан кейін мына жақ даулайды. Даулағанда дүрсе қоя бермейді, келіп билерге жүгінеді. Билер сосын қалай мына жақ қоймай атса, қойдыру үшін екінші тарапқа айтады. Мына жақты өлтірдіңіз, енді адаммен, болмаса қанмен жауап бересіз, өтейсіз деген сияқты. Сондай шешімдер болған болу керек. Қанға қан дегені, яғни мынаны өлтірді, тағы біреуін өлтірмей тоқтамаймыз. Себебі ол бірнеше жылға созылып кетуі мүмкін, ғасырға созылып кетуі мүмкін. Солай тоқтату үшін амал жоқ. Өлтірген адамды ұстап береді. Біздің дәстүрімізде балаға ат қою, есім қою сол жағдаятқа, ситуацияға байланысты қойылған. Ол мына ежелгі біздің ата-бабаларымыздың ғаламмен, табиғатпен,
тығыз қарым-қатынастық танымынан шығады. Яғни біздің халқымыз мына уақытта болып жатқан оқиғаны бір дәріптеген, сол бекерден бекер болып жатқан жоқ деп есептеген, сол мына туып жатқан балаға қатысы бар ау деген таным мен сеніммен сондай атты соған сәйкестендірген. Ал енді қазіргі кезде мына Совет үкіметі дәуірінде бұл үрдіс өзгеріп, біз енді еліктеуге көштік. Біз сәулені Света қылдық. Әрбір Светаны Индира қылдық. Оның бәрі сәуле деген сөз. Өйткені анау бір түрлі бір басқаша естіледі. Біз жалпы еліктегіш емеспіз, біз қабылдағыш халықпыз. Біз жатырқамаймыз да қабылдаудан.